Адамдар экстремалды жағдайларға үнемі тап болып жүреді. Кейбіреулері аман сау қалып жатса, кейбіреулері осы дүниемен мәңгілікке қоштасып кетеді. Қазір мен сендерге ең керемет әрі ғажайыптың күшімен тірі қалған адамдардың оқиғаларын баяндайтын боламын. Ал кеттік. 1972 жылдың 26 қаңтарында Чехословакияның аспанында Югославияның жолаушылар ұшағы жарылған болатын. Ұшақ жарылған кезде ол 10 шақырым биіктікте ұшып баратқан еді. Бұл әуе апатында тек қана бір адам аман қалған. Бұл Весна Вулович атты әйел. 10 шақырымдық биіктіктен құлағаннан кейін ол басы мен белін жарақаттаған. Апаттан кейін ол ауруханада жарты жыл бойы жатып, толығымен сауығып кеткен. Үлкен биіктіктен құлап аман қалған жағдай бойынша Весна Вулович әлем рекордын орнатты. Осы оқиғадан кейін ол халық қаһарманы болып кеткен. 1994 жылы Мауро Проспи атты итальяндық азамат Сахара шөлінде бір табылған. Ол қалы жаратқан ыстықта 9 күн бойы болып аман қалған. Мауро марафондық жүгіріске қатысқан болатын. Жүгіріп бара жатқан сәтте құм бораны оянған. Сол құм боранында адасып, басқа жаққа жүгіріп кетіп, толығымен адасып кеткен. 2 тәуліктен кейін оның суы біткен. Ол өзіне қол жұмсап тамырын кескісі келді. Алайда бұл шешімде сәтсіз болған. Бірнеше күннен кейін ол есінен танып қалған. Жалпы 9 күннен кейін оны жергілікті көшпенділер тауып алып көмек көрсеткен. Сол 9 күнде Мауро Проспи 18 килограмм салмағын жоғалтқан. Сіз тірі қалу үшін өз қолыңызды кесер едіңіз бе? Аарон Ралстон кескен. 2003 жылдың 1 мамырында ол таулар арасында жүгіріп жүргенде бір тесікке құлаған. Оның артынан құлаған зілдей тас оның қолын қысып тастаған. Ол 5 тәулік бойы көмек келетініне үміт артқан. Алайда су біткеннен кейін және көмек келмейтінін түсініп, қалтасында болған 10 сантиметрлік пышақпен қысылып қалған қолын кесіп тастаған. Содан соң ол ұрып тұрған күннің астында машинасына қарай барған сәтте оны іздеуге шыққан отбасын кездестірген. Осы оқиға бойынша 127 сағат деген фильм түсірілген. Сол фильмді көруге ұсынамын. 26 жастағы Карлос Родригес атты Майами тұрғыны кезінде жол апатына ұшыраған. Соның нәтижесінде ол алдыңғы терезеден ұшып кетіп басын асфальтқа соққан. Жедел медициналық көмек Карлостың өмірін құтқарып алған. Алайда енді оның басы осындай ойылғандай қисық болып қалған. Не десең де ол бұрынғыдай Карлос болып қалып қойған. Мінез құлқы түк те өзгермеген. Ол басқа адамдардан ерекшелігімен ажыратылмайды, егер бас киім киетін болса. 1962 жылы Хорватиядағы музыка мұғалімі Фраин Селак пойызбен келе жатқанда пойыз темір жолдан шығып кетіп, мұздай суға батып кеткен. 17 адам қайтыс болды. Бірақ Селак аман қалған. Небары тонып қолы сынған. 1 жылдан кейін ол ұшып баратқан ұшақтың есігі ұшып жұлынып кеткен. Онымен бірге ұшқан 19 адамның барлығы да қаза тапқан. Ал Селак болсашы бір құшақ шөпке қонған. 1966 жылы Селак келе жатқан автобус суға батқан. 4 адам қаза тапқан, ал Селак болсашы аман есен қалған. 70 жылдары оның машинасы кенеттен жанып кеткен. Ол кезінде ол аман қалған. 95 жылы оны қалалық автобус қаққан. Осы жолы да Селак аман қалған. 96 жылы ол қарсы келе жатқан жүкті көліктен жалтарамын деп жартас шыңды жолдан ұшып кетті. Нәтижесінде машинадан ұшып кетіп ағаш бұтағына қонған. Ал машинасы болсашы төменге ұшып жарылған. Ал 2003 жылы Селак хорватиялық лотереяде $1 миллион ұтқан. Әзірге осы достар, егер сіз осы видеоға лайк басып менің саяхат YouTube арнама жазылатын болсаң да, осы Фраин Селак сияқты өмірлеріңізде жолдарың үнемі болып тұрады. Болды, қош болыңыздар.